Сәлеметсіздер ме оқушылар, математика сабағының 140-шы сабағы. Бүгін бізде жаңа тақырып қағаз ақша деп аталады. Бүгінгі сабақта сендер 1000 теңгелік, 2000 теңгелік ақшаларды ажыратуды және түрліше төлем жасауды үйренесіңдер. Алдымен теңге туралы, ақша туралы азғана мәлімет алып алайық. Ақша асыл қазына, халық байлығы. Тәуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша белгісі ұлттық валюта. Біздің валютамыз Қазақстан Республикасы көлемінде пайдаланылатын заңды төлем құралы. Теңге өмірге оңайлықпен келген жоқ. Елбасымыз өз теңгеміз шығаруға қаржыгерлерге тапсырма берді. Ұлттық валютамыздың өз дизайны, өз идеясы болу керектігі қатаң тапсырылды. Қазақстан аймағында ерте кезеңде қандай ақша болғанын, тарихта бұл жөнінде қандай деректер бар екені іздестіріле бастады. Ұлттық валютамыз теңгені жасап шығаруға байланысты жұмыстар жүргізілді. Бірнеше эскиздер жасалып, ішіндегі ең мықтылары елбасының таңдауына берілді. Елбасының берген тапсырмасына сәйкес ұлттық валюта 1993 жылы 12 қарашадағы жарлығымен 15 қараша күні таңертеңгі сағат 8:00-ден бастап енгізілді. Елдің қолына тиіп, ел мәре-сәре болысты. Өйткені төл теңгеміз біздің тәуелсіздігіміздің белгісі еді. Ал енді оқушылар оқулықтың 27-ші бетін ашып қойыңыздар. Онда бірінші тапсырмада былай айтылады. Суреттегі ақшаларға қара, олардың қайсылары саған таныс? Таныс емес ақшаларды ата. Бұл жерде 200 теңгелік және 500 теңгелік және балалар 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, сол секілді 5000 теңгелік қағаз ақшалар бар. Ал енді номері 2-ге қарайық. 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды қалай ұсақтағанына қара, тағы да қалай ұсақтауға болады. Балалар, 2000 теңгелік валютаны ұсақтау дегеніміз өзінен төмен валютаға айырбастау. Яғни 2000-ді 1000 теңге, 1000 теңге деуге болады. Немесе 500 теңгеліктің екеуін және 1000 теңгеліктің біреуін алуға болады. Немесе 500 теңгеліктің төртеуін пайдалануға болады ұсақтау үшін. Ал енді 5000 теңге қарайық. 5000 теңгеге қарайық. 2000 теңге, 2000 теңге және 1000 теңге қылып ұсақтаған. Және де 1000 теңгеліктің бесеуін пайдалануға болады. Сол секілді 500 теңгеліктің 10-ында пайдалануға болады. Демек, балалар, бұл жерде біз ұсақтау дегеніміз өзінен төмен валютаға ұсақтаймыз. Балалар, номері 3-ші тапсырмаға қарайық. Ондағы көрсетілген соманы әртүрлі тәсілмен қалай жинауға болады. Яғни, бұл жерде 9000 теңге берілген, үлгіге қарайық. 9000 теңгені 5000 теңге, оған 2000 теңгені қосып 7000 болды ма? Оған тағы да 2000 теңгені қоссақ 9000 теңге болады. Ал 6000 теңгеге қарайық. 6000 теңге дегеніміз 5000 теңгеге 1000 теңгені қосқан. Балалар, сол секілді 6000 теңгені 2000 теңгеліктің үшеуін алуға болады. Солай ма? Балалар, бұл жерде мысалы 9000 теңге дегенді 8000 теңгеге 1000 теңге қосамыз деуге болмайды. Өйткені 8000 теңгелік валюта жоқ. Сондықтан біз айырбастаған кезде, жинаған кезде бізде бар валюталарды қарастырамыз. Номер 4-ші тапсырманың А бөлігі. Есіл өзеніндегі теплоходпен серуендеуге 9 турист келді. Олар ересек адамдарға арналған 1000 теңгелік 3 билет және балаларға арналған 500 теңгелік 6 билет сатып алды. Олар билетке барлығы неше теңге төледі? Балалар, бұл есептің ішінде бізге қажет емес мәлімет жүр. Ол қайсысы деп ойлайсыздар? Яғни, біз есеп шығаратын кезде қажет мәліметтерді ғана пайдаланамыз. Қараңыздар, теплоходпен серуендеуге 9 турист келді. Ересек адамдарға арналған 1000 теңгелік 3 билет алыпты және балаларға арналған 500 теңгелік 6 билет алыпты. Сонда барлығы қанша теңге төледі дейді.
бұл жердегі туристердің саны, яғни 9 турист деген, бұл бізге қажет емес мәлімет. Түсінікті ме? Яғни бұны біз есеп шығарған кезде қоспаймыз. Қосатынымыз қараймыз. 1000 теңгелік 3 билет, 500 теңгелік 6 билет. Яғни біз есептің мәнін табу үшін 1000 теңгені 3-ке көбейтеміз, 500 теңгені 6-ға көбейтеміз. Кәнеки балалар, кім алғыр екен, өз бетіңізбен шығара қойыңыздар. Номер Ә бөлігінде де қажет емес мәліметті алып тастауымыз керек. Есіл өзенде теплоходпен серуендеуге таңертең 50 турист, түсте 120 турист келді. Ал кешке келгендер түстегі туристерге қарағанда 3 есе артық болды. Түсте келген туристерге қарағанда кешке неше турист артық келді дейді. Кәнеки қараймыз. Бұл жерде балалар түсте 120 турист, кешке одан 3 есе артық дейді. Және қанша артық дейді. Түстегі мен кешке. Кешке келгені қанша артық түстегіден дейді. Демек, бұл жерде таңертең 50 турист келді десе, бұл бізге қажет емес мәлімет. Түсінікті ме? Ал енді табу үшін алдымен кешке қанша келгенін тауып аламыз. 120-ны 3-ке көбейтеміз. 360 болды. 360-тан 120-ны аз айтқанда қанша артық екендігі белгілі болады. Балалар, номер 5-ші тапсырмада біз суреттер бойынша есептер құрастыруымыз керек. Кәнеки, 210 теңгелік 2 нәрсе сатып алуға болады. 210 теңгелік бұл жерде ау, солай ма? 210 теңгелік 2 ау және 150 теңгелік не сатып алуға болады? 150 теңгелік, оның да екеуін сатып алуға болады. Екеуін аламыз. Барлығына қанша теңге төленді деген. Осылайша ауызша есептер құрастыра қойыңыздар. Бұл ауызша есеп. Номер 6-ші тапсырмада ауызша есеп. Сырым мен Әлияның әр қайсысында 5000 теңге бар. Яғни Сырымда 5000 теңге, Әлияда 5000 теңге. Олардың әр қайсысы дүкеннен осы сомаға төмендегі заттардың қайсыларын сатып ала алады. Сырым 3000 теңгелік бір футболка және 2000 теңгеге топ сатып ала алады. Түсінікті ме? Яғни оның 5000 теңгесі бар. Ал Әлияны қарайық. Әлияда да 5000 теңге бар. Әлия не сатып ала алады? 3000 теңгеге футболка немесе 4000 теңгеге белдемше сатып ала алады және 1000 теңгеге кепка сатып ала алады. Түсінікті ме? Осылайша тағы не сатып ала алады? Осы өз нұсқаларыңызды ұсына қойыңыздар. Номер 7-ші тапсырма амалдардың орындалу ретін анықтауымыз керек және шыққан нәтижелерді кему ретімен жазуымыз керек. Сонда Қазақстандағы бірнеше өзендердің ұзындығы бойынша ретін анықтаймыз. Яғни Ырғыз өзені ұзын ба екен, немесе Шідерті ме, Жем, Ойыл, Нұра, Сағыз, Торғай, осылардың барлығының қайсысы ұзын екен? Өзендердің қайсысы ұзын анықтайық. Ол үшін біз әрине мәнін табуымыз керек. Мысалы, Ырғыз өзенінің ұзындығы 593 километр, ал Шідерті 502 километр. Қалған өзендерді өз бетіңізбен шығара қойыңыздар. Номер 8-ші тапсырмада теңдеуді шешеміз. Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып алып, өз бетімізбен шешеміз. Бұл оңай. Оқу тапсырмасы номер 9-шы есеп 29-шы бетте. Өз бетімізбен ойлана отырып шығарамыз. Бұл логикалық есеп. Балалар, сабағымыз аяқталды. Жарайсыңыздар, сау болыңыздар.